Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Музыкамен басталған болашақ сабақ баршамызға жақсы көңіл күй сыйласын. Ендеше көтеріңкі көңіл күймен амандасып бастайық. Балалар, енді өткен тақырыпты қайталап алайық. Біз өткен сабақта қандай тақырып өттік? Аяулым айта ғой. Көнеден жеткен жеткен. Дұрыс айтасың. Көнеден жеткен жеткен деген тақырыпта біз сабақ өттік. Енді балалар, сендер тақтада не көріп тұрсыңдар? Күннің көзін не басқан? Бұлттар. Ендеше біз күннің көзін бұлттардан ашу керекпіз. Ол үшін тақтаға бір-бірден шығып, бұлттарды таңдап, сұрақтарға жауап береміз. Қане, кім шығады? Қане, аяғы шыға ғой. Жеткені неше тұлпау, үш тұлпау, күн яшын атыған шынытылген. Жетілдірген балалар үш түрі бар екен, көне, жетілдірілген және жаңартылған. Келесі. Bir жан шыға ғой. Жетіген неден жасалады? Жетіген ағастан жасалып, ішектен тартылады. Дұрыс, жарайсың. Келесі кім шығады? Аяжан шыға ғой. Жетіген дегеніміз қандай аспап? Жетіген қандай аспап екен? Қазақтың музыкалық аспабы. Дұрыс. Көне, шекпені, музыкалық аспабы. Қайсыңдар балалар, біз күннің көзін аштық, енді күніміз сәтті өтсін. Келесі енді балалар сұрақ, жалпы бірнеше музыкалық аспаптар қосылып орындауы мүмкін бе? Дұрыс, бірігуі мүмкін. Мұндай музыкалық аспаптардан құралған ұжымды оркестр деп атайды. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз біздің оркестр деп аталады. Сабақтың мақсаты музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау және оларды орындауда қолдану. Өз шығармашылық жұмысын көрсету, өзінің және өзгенің жұмыстарын бағалай білу. Ендеше оркестр дегеніміз не екенін жасанды интеллект түсіндіріп өтеді. Экранға назар саламыз. Балалар, оркестр дегеніміз әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнайтын топ, оларды дирижер басқарады. Қазір сендер оркестрдің бір емес, бірнеше түрімен танысатын боласыңдар. Балалар, оркестрді кім басқарады екен? Дирижер. Дұрыс айтасыңдар, дирижер басқарады. Енді қазір біз оркестрдің бірнеше түрімен танысамыз. Енді экранда сендер оркестрдің қандай түрін көріп тұрсыңдар? Қане, атап симфониялық оркестр, әскери оркестр және дұрыс, қазақтың ұлттық халық аспаптар оркестрі. Енді ары қарай кітаптан жаңа тақырыпты оқимыз. 52-ші бетте берілгенге мәтінді аяулым оқи ғой. Оркестрдің орындалатын музыкалық шығарманың өте көркем үйлесімді болуы оның жетекшісі дирижерға байланысты. Ол оркестрге шығарманың бірге орындалуын, ырғаған екпінін, дыбыс күшін қалай ойнау керектігін қас-қабағымен және қол-қимылмен көрсетіп тұрады. Өзіңіз тыңдайтын Құрманғазы атындағы оркестр қазақтың алғашқы халық аспаптар оркестрі. Оркестрді алғаш ұйымдастырған құрған әрі дирижер болған композитор Ахмет Жұбанов. Жақсы, рахмет. Ендеше балалар, музыкалық шығарманың көркем үйлесімді болуы кімге байланысты екен? Дирижерға байланысты. Дұрыс айтасыңдар. Дирижер ол осы музыкалық шығарманың екпінін және өлшем бірлігін бәрін осы дирижер нақтылап тұрады екен, Ал өздерің сүйіп тыңдайтын алғашқы халық аспаптарының атауы қалай екен? Құрманғазы. Дұрыс айтасыздар. Құрманғазы оркестрі. Оны алғаш құрған және дирижер
режиссерлік еткен кім? Ахмет Жұбанов. Дұрыс, Ахмет Жұбанов екен. Жақсы балалар, қазір экраннан Құрманғазы атамыздың балбырау күйін жеке және оркестрмен орындауда тыңдап салыстырамыз. Жақсы балалар, ендеше айырмашылығын одан кейін ұқсастығын атап өтейік. Қандай айырмашылық көрдіңдер және? Қане, қайдан ұқсастығын? Аяжан айта ғой. Біріншісі дирижер бар, екіншісі дирижер бар. Дұрыс айтасың. Оркестрдің алдында дирижер тұр, ал екіншісінде жеке орында тұр. Онда дирижер жоқ. Келесі кім айтады тағы? Қандай айырмашылық? Аяулым айта ғой. Дыбыс күшінде. Дыбыс күшінде. Қандай дыбыс күшін көріп тұрсың бұл жерде? Оркестрде қатты дыбыс ұрағап, жеке орында ақырын. Иә, сәл бәсеңдеу, иә, дұрыс айтасыңдар. Енді балалар бізде кітапта оркестр әні берілген екен. Біз қазір алдымен осы оркестр әнін орындамас бұрын дауысқа жаттығу жасаймыз, иә? Қане балалар, бірінші жаттығу. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, соль, до. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, соль, до. Дауысымызды шығарамыз. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, соль, до. Шығарамыз дауысымызды. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, соль, до. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до, соль, до. Келесі жаттығу болар. Ми, я. Қане. Мия, 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 мия. Жақсы балалар, енді дауыстарын жаттыққан болса, ортаға шығып, біздің оркестр әнін орындаймыз.
Жақсы, жарайсыздар балалар, енді орнымызға отырамыз. Балалар, қазір енді экранға қараймыз, біз аспапты тап ойын ойнаймыз. Мен экраннан бір әуенді қоямын, сіздер қандай аспап екенін табулары керек. Қайдан қараймыз, қандай аспап екен. Кім біледі, қандай аспап бұл? Қандай аспап? Кім айтады? Қайыр айтады? Домбыра. Домбыра. Әне, тексеріп көрейік. Домбыра аспабы ма екен? Дұрыс, домбыра аспабы, иә? Келесі аспап. Қандай аспап бұл? Кім біледі? Қандай аспап балалар? Қандай? Ақнұр. Қобыз, дұрыс бұл. Бұл қобыз аспабы, иә? Қане, тексеріп көрейік. Дұрыс. Бұл қобыз. Бұл қобыз. Келесі аспап. Тыңдаймыз. Қандай аспап деп ойлайсыздар? Қандай аспап бұл? Кім айтады? Қандай? Айдар айтады ғой? Дұрыс айтасыз. Жетіген аспап. Біз өткен сабақтан өтіп едік қой. Қане, тексеріп көрейік. Жетіген аспап, иә? Өткен сабақта өткен. Келесі аспап. Келесі аспап. Мынандай жақсы. Қандай аспап бұл? Қандай аспап? Маған айтыңдар. Қане. Қандай аспап бұл? Кім айтады? Айыр? Шам қобыз деп қане алып тексеріп көрейік, иә? Дұрыс тапты. Бұл шам қобыз аспабы, иә? Келесі аспап. Қандай аспап? Көп жауап береді. Қандай аспап бұл? Көп жауап береді. Ақкөл. Дұрыс. Бұл дауылпаз деп те айтады және дамбыра аспабы деп те айтады, иә? Қане, біз тексеріп көреміз, иә? Қандай аспап екен? Дамбыра аспабы. Балалар, біз бүгінгі тақырыбымызға сай сергіту сәтін жасадық, ән айттық. Енді осы алдымызда тұрған шуылдақ аспаптарда
біз де бір оркестр құрып орындайық. Ендеше Асылбек Еңсеповтың концерт шығармасы. Жақсы жарайсыңдар балалар, шығарманы керемет орындадыңдар. Енді сабағымыз аяқталуға жақын, сабақты қорытындылап, сазды сырсандық әдісі арқылы осы қазір сұрақтарға жауап беріп, сабағымызды қалай түсінгендерімізді тексереміз. Қане бір-бірден шығамыз, аяғын шығамыз. Бір сұрақтар. Қазақтың ұлттық оркестрінде қандай аспаптар бар? Домбыра, сарсына, жетіген, шаңқобыз, Сыбызғы, дауылпаз, дамбыра деген көптеген аспаптар бар, иә? Дұрыс жарайсың, аяғым келесі. Келесі, аяғым шағы. Қазақтың алғашқы халық аспаптар оркестрінің аты Құрманғазы. Құрманғазы атындағы қазақ ұлт аспаптар оркестрі. Жақсы жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі жаңа тақырыпты толық меңгердіңдер деп ойлаймын. Ендеше қалай меңгергендеріңді тексеру мақсатында тақтада қазір осындай домбыра әдісі берілген. Онда 3 түрлі түсте маған бәрі түсінікті, мен сабақты түсінбедім, және менің сұрағым бар деген осындай домбыра ілінген. Қазір ортаға бір-бірден шығып, осы сабақты қалай меңгердіңдер, сол түс бойынша өздерің тектерді қойып шығасыңдар. Қане, Сажар Шағай. Сабақты бүгінгі қалай түсіндің? Сұрағың бар ма бүгінгі сабаққа? Жоқ екен. Саған бәрі түсінікті ме? Иә. Жақсы, жарайды, Сажарға бүгінгі сабақ түсінікті екен. Келесі кім? Ақгүл Шағай. Бүгінгі сабақ түсінікті ма саған? Бүгінгі сабақ түсінікті. Қандай текті таңдадың? Жасыл теге, маған бәрі түсінікті дейді Ақгүл. Жақсы, жарайды, аяғым Шағай. Сабақты түсіндің ба? Сұрағың бар ма? Сабақты түсіндің дейді. Жақсы, жарайсың. Келесі Аяжан Шағай. Тездетіп шығамыз, е? Бүгінгі сабақта сұрағың бар ма? Түсінікті ма бәрі? Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты толық меңгерген сияқтысыңдар. Ендеше үйге тапсырма бағанағы біздің оркестр деген әнді толық жаттаймыз.
және ағаларымен, әпкелермен немесе ата-аналармен қосылып, үйде сендер де осындай аспаптарда оркестр құрып ойнауларыңа болады. Сабаққа белсенді қатысқандарыңа көп рахмет. Әрдайым білімнің биік шыңында болыңдар. Осымен ашық сабағымыз аяқталды.